Қайырлы күн, құрметті тыңдарман қауым. Менің есімім Перизат Омарова Әсеттілі қызы. Мен Шымкент қалалық арнайы кітапхананың аудио кітап шығаратын бөлімінің дикторымын. Жалпы эмоционалды түрде қатты толқытатын кітаптарға келер болсақ, мені осы жұмыс барысында жалпы оқырман ретінде де өзімнің табиғатыма қатты бір әсер еткен кітаптар соғыс жайлы кітаптар екен. Александр Бектің Волоколамск тас жолын оқыдым, аудио кітап болып басылды. Сол жердегі Бауыржан Момышұлының өзінің басынан өткен жағдайлары, жүрек тебіренісімен айтқан моменттері қатты әсер етті. Одан кейін екінші кітабым, мен оқыған кітаптардың қатарындағы Бақытбек Смағұл ағамыздың басынан өткен жағдайлары, ауған соғысында болған тағдыр тозағы, ат судьбы деп кітап, екі тілде бір кітап болып шығарылған екен. Соның қазақша нұсқасын дыбыстадым. Сол жердегі оқиғалар қатты бір қиын берілді маған. Өз сөзімен түсіндіре салайыншы. Сол жерде екі неде отырмыз дейді. Алдындағы танк жүргізуші машинистің жаңағы жарылғыш заттан басы жұлынып менің алдыма домалап түскен кезде деп жазғанда, мен сол жерде ары қарай оқыған немді тоқтатып, тура бір өксігіме бір тас қадалып, өксік тығылып жылап, қайтадан бір 15 минуттай ма, 10 минуттай ма отырған шығар, өз-өзіме келу үшін ары қарай кітапты жалғастырдым. Одан кейін жас қаламгер Бақтияр қызы Жәмиланың кітабы Бәйшешек. Күрес, сенім, жеңіс деген жаңағыдай немен шыққан кітап. Ол қыздың да 10 жасар кезіндегі ауру түскен, денсаулығымен күрес болған, сол басына түскен ауруды, мен осы ауруымды қабылдадым, мен Аллаға сендім деп жазып, жаңағыдай басынан өткен оқиғаларды күнделік ретінде бір қағазға жазып отырған. Кейін оны жаңағыдай кітап қылып басылып, қазір әлемнің бірнеше тіліне аударылды. Ол кітап соңғы кезде қытайша тіліне аударылды, одан кейін түрік тіліне аударылып, жаңағыдай Түркия мемлекетінде ашылу болды. Мен Жәмилаға жазып күлемін да. Жәмила жаным, Құдай қаласа сені енді әлемді бағындырып жатыр ғой, қытайлар мен түріктерді жылататын болыпсың ғой деп күлдік. Ол жаңағы мотивационный кітап. Кез келген қыз болсын, қыздарға ғана демеймін, ұлға да, қызға да, анаға да, әкеге де оқуға кеңес берем осы Жәмиланың кітабын. Ұзақ кітап оқығанда өзімді қалай мотивациялаймын. Енді кітаптың ішіндегі ситуацияға толықтай кіруге тырысамын. Жаңағыдай бөлмеге кіріп, студияға кіріп, есігімізде жалюзи бар, бәрін жауып тастаймыз. Телефонның бәрін сөндіріп, жаңағы оқиғаға тікелей кіріп кетіп, осы оқиғаны тыңдарманға беруге барынша тырысамын. Енді оның бағасын тыңдарман беріп жатады. Жаңағы опрос деп жатады ғой, енді былайша жалпылама тілде бір сұрақ жауап ретінде сондай бір жүргізсеңіздер екен деген осы сәтті пайдаланып өтінішімді айтып қалайыншы. Даусымды жаңағыдай келтіріп, бір енді мен қазір тыңдармандарым көбіне зағип жандар болғандықтан, өзімді солардың орнына қойған моменттерім көп болады. Мысалы, әйтеуір монотонно оқып кетуге де болатын шығар бір моменттерді да, бірақ сол оқиға қалай болып жатыр, сол оқиғаны тыңдарман өзіне қабылдап, сол жерде болғандай әсер алса екен деп өзіме сондай бір не қоям, осылай оқу керекпін деп барынша тырысып беруге тырысамын енді. Мәтіндегі күтпеген бұрылыстарды дыбыстауда менде аса қатты қиындық тумайды екен. Өйткені мен өзімнің бойымдағы бар қабілеттен шығар деп ойлаймын, менің бойымда, өзімнің жалпы адам бойында зерттеулердің нәтижесі деп жатады ғой, енді кез келген адамның бойында өзі еркін меңгеріп кететін 5 қабілет болады екен. Оны ары қарай қосымша тағы да 12-ге, болмаса 8-ге жеткізуге болады деген оқығаным бар. Менің бойымда сондай бір қабілет болғандықтан шығар, оқып келіп, жаңағыдай ситуацияға кіріп кетесің ғой, енді болып жатқан оқиға желісіне байланысты кейде бір қателесетін моменттер де болады.
бұл жерде біздің бір ұтатынымыз енді аудио кітап бөлімінде қателесіп жаңағы интонация болмаса дұрысынан беруге дұрыс емес болып жатса жаңағы қателескен кезде шапалақ ұрып тоқтатып қайтадан оқуға мүмкіндік бар да. Солай қайтадан оқып, оның дыбыс режиссер бәрін қырқып, әдемілеп, әрлеп шығарып жатады ғой. Енді біздікі тек қана оқып кету біздің жұмысымыз. Мүмкін видео анандай бір көрсетілім болса, оған бір айлап, жылдап дайындалған болар ма едім деп ойлаймын да. Баста жұмысты бастаған кездерде мен кітапты үйге алып кеткен моменттерім болған. Үйден дайындалып, тезірек қателеспей оқуға тырысып. Қазір енді көш жүре түзеледі дейді ғой. Мүмкін мен уже кішкене бір тәжірибе жинақталған болған шығар, тәжірибем жинақталған шығар, келіп, оқып кетіп, тез жаңағыдай ауысып кетуге тырысам да. Мысалы, мынандай бір моменттер болады. Кітапты оқып келатам, бір абзац, бір сөйлем болатын моменттер көп болады. Сол жерде бір на одном дыхании дейді ғой, бірдеммен оқып шығуға тырысам да, кейде бір монотонный болып кеткендей болып көрінеді. Ең соңында бір сұраулы сөйлем екенін ең соңында бірақ білмеді. Сол кезде даусымды кішкене өзгертіп, жаңағыдай осылай деп келіп, сонда мысалы қалай айтсам екен, оқып келатасың ғой, оқып келатасың да, осындай болмасқа, неге осылай болмасқа деп даусымды кішкене көтеремін да, сол кезде бір әдемі шығатын шығар деп өзім қайтадан оны үйге барып оқып көремін. Аудио запись жасап, қайтадан тыңдап көремін. Оны жаңағыдай өзіме бір сыншыларым бар. Менің ең үлкен сыншым өзімнің әкем. Өзі драматург, сценарист, киноактер. Өзінің жазған сценарийларына жаңағыдай жақсы бір көріністерді қойып, өзі актерлік шеберлік сабақтарынан жаңағыдай балаларды оқытады. Сол кісіге айтамын: папа, мен мына жерін тыңдап жіберіңізші, қалай болды деп. Енді папамның мына жерін керемет болды деп айтқан моменттер өте аз болды. Өйткені ол кәсіби деңгейде қарайды ғой енді ол кісілер. Солай бір менің де қателіктерім көп болды, өте көп болды. Қайтадан оқыған моменттерім көп болды. Жаңағы дыбыс режиссеріне айтқан моменттерім көп болды. Мына жерін қайтадан оқып жіберейінші, көңілімнен шықпай жатыр, тыңдарманға ұнамай қалуы мүмкін деп. Солай. Әртүрлі кейіпкерлер үшін интонацияны таңдау өте маңызды. Өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені кітапты бір деммен, бір дыбыспен монотонно оқып кетсең, ол оқушының өзіне де, оқырман, мысалы менің өзіме де бұл қызық емес. Ішімнен бір оқып, тез бір газеттің сюжеті, бұл газеттік сюжет емес та, бір бүйтіп оқи салатын. Бұл түгел бір болып жатқан оқиға. Өйткені оның ішінде әңгіме де бар, поэмалар да бар, жаңағыдай романдар да бар. Ол өте маңызды. Мен оны кәдімгідей айтып отырмын ғой, жаңағыдай бүкіл нәрсені өшіріп тастап, мен өзімнің оқитын уақытым 2 сағаттық жұмысым, күніге 2 сағатта оқуым керек. Сол жаңағы есігімді жауып студияға кіріп кеткен кезде өзіме айтам ғой: о, менің 2 сағаттық әлемім, мен келдім деп. Бүкіл нәрсені өшіріп тастаймын, телефонды да дыбыссыз режимға қойып қоямын. Енді адам болған екен әртүрлі жағдайлар болады. Бала шағаңды уайымдайсың, дыбыссыз режимге қойып қойған моментте, бір балаларың звондап қалған моменттер де болады. Кейде жауап беруге тура келеді. Жауап беріп, қайтадан жаңағыдай ситуацияға кіріп кетіп, ары қарай оқимын. Одан кейін жаңағыдай екі диалогтар көп болады ғой, диалогтар. Мысалы, ер адам мен әйел адамның диалогы болып жатса, ол әлдеқайда оңай болады. Өйткені еркектің дауысы басқаша, әйелге даусымды өзгертіп, ер адамдардың диалогында кішкене қиналамын. Бірақ соның өзінде жаңа болып жатқан оқиғаны есіме сақтап, мына былай болып жатыр еді ғой, былай болып жатыр еді ғой. Әке мен баланың диалогын беруге маған әлдеқайда оңайырақ. Үлкен екі қарияның, әсіресе дау шешіп жатқандағы қариялардың болмаса, бір андай әкімшіліктегі, мысалы, халықтың жағдайын шешіп жатқан, бір ұрсып қалған моменттерді беру өте қиын. Сол жерде де кішкене өзімді жинақтап беруге тырысам. Мен тыңдарманның беретін бағасына сол кісілер береді енді бағасын. Тыңдаушының пікіріне құлақ салу деген мен үшін өте маңызды. Менің жұмысымды бағалайтын, менің жұмысымның болып жатқан, қаншалықты деңгейде болып жатқан тыңдарманның пікірінсіз мен ол тірлікті ары қарай жалғастырудың тіпті де бір
мәні де мағынасы да жоқ деп есептеймін. Эмоцияны жеткізу мен мәтінді дұрыс оқудағы тепе-теңдік сақтауда да аса бір қиындықтар да болып жатады. Аса қиын емес, бір жеңіл өтіп кететін моменттер де болып жатады. Өйткені әңгімеге байланысты, болып жатқан оқиғаға байланысты деп айтқан болар едім. Зейінді сақтау өте маңызды. Өте маңызды. Мысалы, соғыстың кезіндегі жағдайда біреудің жанының қиналғанын дауыспен, интонациямен беру керек. Кейде ұмытып қалып, қайтадан оқыған моменттерім өте көп болды. Енді әр жастың, әр адамның өзінің талғамына қарай ғой. Мен өзім бұл жерге жұмысқа келмей тұрып, аудио кітаптардың бар екенін кейін білдім. Онда да өзімнің қызымнан білдім. Менің қызым студент болып жүріп, үнемі наушникта жүреді. Ұрсамыз ғой енді балаға, неменеге құлағыма салып алдың соны деп. Мама, мен мына кітапты оқуға уақытым жоқ қой, мына бір аудио кітапты тыңдап жатырмын. Содан кейін көрейінші деп мен де тыңдап көрдім да, сол кезде мынандай болады екен. Қазір уақыт тез зымырап өтіп жатыр, аудио кітапты тыңдағанда біраз өзінің жаңағы жинақтап қойған тізімі де бар екен. Мына кітап мынау жайлы, мына кітап мынау жайлы деп қызымнан бір кеңес алған кездерім де болған. Сақтауда мен балмұздақ деген жаңа салқын сусындарды көп ішпеймін. Анда-санда болмаса, оның өзін жаңағыдай бірден жей салмаймын да, балам күледі, мама, ол балмұздақты бүйтіп кәдімгідей жемеген екен, ол кесеге бөліп бүйтіп ертіп жеген, несі қалды, ол балмұздақ емес қой ол дейді. Мен айтамын, маған осылай ұнайды. Өйткені ұнайды деп қоямын енді оларға. Негізінде ұнамайды ғой, бірақ даусыңа бола керек та. Даусың бір қарлықса енді жазылуы қиын. Шымкент қалалық арнайы кітапхананың ұжымына, жалпы оқырман тыңдармандарына менің тілейтінім тек қана жақсылық. Ұжымға еңбектеріңіз жана берсін, шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдармандарға тек қана жақсылық тілеймін. Біздің кітапхананың ұжымының жасап жатқан сіздер үшін еңбегіне басым деймін. Кітапхананың тыңдарманы, оқырманы көп болсын.